Армысыздар неге каналын тамашалаушы асыл жандар? Титаник кемесін неге судан шығармайды? Ол кемеде байлық жатқан жоқ па деген сауалдар көпті мазалары анық. Ендеше оған тоқталайын. 1912 жылы британдық алып кеме Титаник сол замандағы ең үлкен әрі қымбат кеме болып саналды. Титаниктің салмағы 143 мың тонна болса, ені 28 метрді құраған, ал ұзындығы 260 метр болған. Биіктігін көзге елестету үшін айтар болсақ, 9 қабатты ғимаратпен теңескен. Осыншама көлеміне қарамастан бұл кеме өз заманында әлемдегі ең қауіпсіз кеме саналды. Оның жарнамасы жарияға жар салынып, тіпті оның қауіпсіздігіне конструкторлар да, жалпы халықта имандай сенді. Тіпті Титаниктің қауіпсіздігіне сенгені соншалықты, жазатайым апат бола қалса, ауысып мінетін қайықтарда адам басына шаққанда кеменің жарағында өте аз болатын. Бірақ дәл сол жылы, яғни 1912 жылы 14-нен 15-не қараған түні кеме алып айсбергке, алып мұз бөлігіне соқтығысып, кеменің бүйірі тесіліп су жайыла бастады. Арада көп уақыт өтпей кеме ортасынан қақ бөлініп, ал енді бірер сәтте судың астына кетті. Жарайды, оны бәріміз кинодан көрдік қой, қайталаудың еш мәні жоқ. Бірақ ол кемеде қаншама байлық болды десеңізші. Ең қымбат асыл бұйымдар мен заттар болды. Мысалы, алтын, күміс, гауһардан бөлек Омар Хайямның оригинал нұсқадағы кітабы да болған екен. Былайша айтқанда, әлемдегі ең бай мұралардың біраз бөлігі болған ұқсайды. Оны қойшы, ендеше негізгі сұрағымызға көшейік. Алып кеме суға кетті. Тек бірнеше адам ғана тірі қалды, қош делік. Ал енді арада жылдар емес, ғасыр өтсе де, неге бұл кемені судың астынан жердің бетіне шығармайды деген сұрақ көпейлерде болары рас. Иә, сол сәтте ғалымдар әлгі кеменің су астынан шығарылу үшін біраз әбігерленген. Бірақ дәл сол уақытта Бірінші дүниежүзілік соғысы басталып, одан әрі есін енді жиямыз деген елдердің арасында Екінші дүниежүзілік соғысы басталып, кеменің мәселесі жабулы қазан күйінде қала берген. Арасында кішірім экспедициялар болғанымен, кемені толық деңгейде судан шығаруға мүмкіндік болмаған. Әрине, 4 шақырым тереңдікте су астында жатқан алып кемені тіпті қазірдің өзінде су бетіне шығару қиындық туғызар еді. Ғалымдар әрі ойлап, бері ойлап, кеменің ішіне ауасы бар майда шариктерді толтыруды ұсынды. Олардың ойынша су астында ауасы бар шариктер кемені сыртқа шығарады деп сенді. Бірақ ол ойлары жүзеге аспады. Себебі шариктер судың астындағы қысыммен жаншылып, шариктердің барлығы бөлшектерге бөлініп кетті. Ал кейін оттегі толтырылған канистрлерді толтырып салуды да көздеді. Бірақ ол қауіпті болды. Себебі ол біріншіден жарылып кету қаупі болса, ал оны кім барып орнатпақ? Небәрі 400 метрге дейін ғана сүңги алатын сүңгуірлер оған әрине қарсы болары анық қой. Міне әлем ғалымдарының бастары қатып жүргенде жылдар өзінікін алды. Яғни кеменің үстін толық жапқан балдырлардағы бактерияларда осы кеменің темірімен қоректеніп, мүжуде, бір жағынан уақытта да өзінікін алып, тұзды су бір жағынан шіртуде. Енді уақыт өткен сайын кемені ыстың бетіне шығарудың еш мәні жоқ деген пікірмен көпшілік келісе бастады. Тіпті түрлі аппараттарды қолданды, ал қазір арнайы адам кейпіндегі роботтардың көмегіне жүгінеміз бе деп те ойлады. Бірақ оның құны кеменің ішіндегі ендігі жарамсыз күйге түскен байлықтан да асып кететін еді. Ал сүңгуір қайықтар арқылы су астына кіріп, шетінен біртіндеп алып шыққан кеменің ішіндегі түрлі заттар, мысалы көзілдірік, құтқару кеудешелері, музыкалық бұйымдар және тағы басқа заттар аукцион арқылы қымбатқа сатылып та кетті. Ал алып кемені бактериялар мен балықтар мүжіп, енді шамамен 70 жылда маңызды еш нәрседе қалмайтыны анық. Міне құрметті көрермендер, Титаникті енді ешкім ешқашан шығара алмасы анық. Шығарған күнде де адамдар тамашалайтындай қызықты еш нәрсе қалмасы бесенеден белгілі. Құрметті неге каналын тамашалаушы жандар, Титаник туралы әңгіме ұнаса, лайықты түрде лайк басып, маған одан әрі ізденуім үшін қолдау көрсетіп қойыңыздар. Ал подписаться етуді әрине ұмытпайды деп сенемін.